Бүгін екінші күн мотор майларының тұтқырлығын тексеру суыққа. Бастайық. S-Oil. United. Manol. Wolf. Матюль 5100'дік. Яко MVX 500'дік. Яко MVX 1000. Матюль 7100. Кешегі видеоны айтқан едім, сәл қоюлау екен деп кейбір майлар, бірақ қою болғанымен олардың тұтқырлығы өздерінің былай төгілетін қасиеттері сақталғанда. Сол себепті бұл майларды құя беруге болады деп ойлаймын әр қайсысын. Қазір бізде -15 ауа райы. Бір тәулікке қойғам, бір тәулік бойы тұрды. Бұл майлардың брендтерінің позициялары ешқайсысы қатпады. Яғни бұларды -15-те құя беруге болады мотоциклге, мопедке. Сосын уайымдамасаңыз болады. Единственное мен айтқам, мысалы қою екен деп, мысалы S-Oil мен MVX 500'ді, бірақ қою болғанымен де бұлардың осылай текучесть жағынан, құйылатын ағатын жағынан өздерінің қасиеттер сақталған. Сол себеп қою болса да бұларды құя берсеңіз болады. Тіпті оларды универсалды май деп айтуға болады. Қою болғанды жақсы, себебі жазда оталдырған кезде қоюлау болу керек май. Бұл тест тек поверхностный деп айтуға болады. Тек былай күрделі емес. Себебі жерде көп өзінің моменттері бар. Мысалы, бұл мотор майларды мопедке қойған соң, немесе мотоциклге сол қозғалтқыш двигатель істеп бастаған соң, өздерінде HTTS тұтқырлық деген өзінің бір тексерулер бар лабораторияда. То есть уже мотор бұл майды бәрін айналдырған соң, оның қасиеттері майдың сәл өзгеруі мүмкін. Уже мотордың ішінде өзін көрсетеді. Оны бұлай біз көре алмаймыз сыртқы осындай тесттермен. Мен автотематикадағы жасап жатқан тесттерді көрдім, и сол үшін не үшін біздің мотоциклетный майларда сондай істемеске деп сондай ой келді. Бірақ бұл тек сондай поверхностный тесттер. Автотематикада мен көргем, оларда тіпті 10V40 емес, 5V30 ба, сондай 5V30'дар суыққа төзімділігі мықты болу керек майлары қатып жатқанда кейбіреулері. Ал мото майларда бұлар бәрі 10V40, әр брендтің позициялары әр қайсысы нақты 10V40 алынды. 10V40 болғанымен, негізі 10V40 қыста қату мүмкін да, оның ондай жоғары, ықтималдығы жоғары. Енді S-Oil болсын, United, Manol, Wolf, Матюль 5100'дік, MVX 1000'дік, MVX 500'дік, 1000'дік, Матюль 7100'дік, еш қайсысы 10V40 болса да қатпады. Сол себепті бұл майларды құя берсеңіз болады, на холодныйда нормальный екен. И негізі мотор майлармен айтқандай философия, бітпейтін философия, кеше де ол жайлы, бүгін де ол жайлы. И негізі қай майды сіз қыста құйдыңыз, қайсысы өзін жақсы көрсеткен, соны құя беріп жалғастыра берген дұрыс деп ойлаймын. Ал бұл тест тек осындай сыртқы поверхностный и тек на холодный ой көрсетті, май қалай болатын. Кеше мен сәл қоюлықпен былай өзімде күмән болды да, бірақ негізі қоюлық бұл жерде проблема емес, себебі майлар қою болса да, олардың міне өздерінің осындай ағатын текучестері нормальный болып тұр. Сол себепті осы брендтердің позицияларын былай айтқанымен смело құя берсеңіз болады.